Мен тіпті тұрмаймын деп мойындады Алина. Олар бұрынғыдай қатар отырды. Тек қазір ересектер, ал олардың арасынан қара көлеңке өткен. Сол көлеңке Арман. Алина қорқынышты көрінген, иығы сәл еңкейген, көздері бос. Ол мені қинап отыр деп сыбырлады Алина. Мен ұйықтап қаламын, кейін ештеңе есімде болмайды, бірақ оянып әлсірегенмін. Ләйла көз жасын іште ұстап еріндерін ақарғанша қысып алды. Сен жалғыз емессің. Мен осындамын. Біз бірге, әрдайым сияқты. Бір нәрсе ойлап табамыз. Олар түн бойы асханада отырып үнсіз отырды, кейін қайта сөйлесті. Алина шай ішті, дірілдеген қолымен шыныны көтеріп. Ләйла оны орамалға орап құшақтады. Білемісің бе? Деп тыныш айтты Ләйла. Рөлдерді ауыстырайық. Бұрынғыдай мен саған орнына барайын, бұл ақымақтық деп сыбырлады Алина. Ол саған зиян келтіруі мүмкін. Бірақ егер біз ештеңе жасамасақ, ол екеумізге де зиян келтіреді. Келесі күні олар жоспардың барлық детальдарын талқылады. Алина бөлмелер орналасуын, Арманның әдеттерін түсіндіріп соңында қосты. Ең бастысы, оған қарсы шықпа, әйтпесе ашуланады. Кешке Ләйла Алинадарын көйлегін, джинсовкасын киіп, інжу таққан шижімін тақты да Арманға барды. Дверді ол қалыпты жымиып ашты, бірақ көзінде реніш жарқ етті. Ләйла сабырлы болуға тырысты. Жүрегі тамақ тұсында соқты. Қайда болдың? Неге қоңырау шалмадың? Мен уайымдай бастадым, деді ол ренжулі, жол кептеліс деп тыныш айтты Ләйла. Ол тағы сұрақ қоймады да оны асханаға бастап кетті. Үстел жабылған, 2 прибор, қызыл шарап бокалы, салат. Бүгін тыныш кеш болады, деді Арман. Ләйла отырды, қолдары дірілдеді. Ол шарап бокалын берді. Ләйла бір сәтте ішіп тынысы қысқарды. Шаршадың ба? Деп сұрады Арман. Даусында салқындық, сәл жабысқақтық бар еді. Ол басын изеді. Содан кейін Ләйла әлсіздік сезініп есінен танып қалды. Арман қасында болды, бірақ сол сәтте өткір қоңырау шалды. Ол бөлмеден шығып кетті. 1 минуттан кейін қайтып келді, пиджакты түзеп. Ләйла қорқыныш пен шаршаудан оянып есін жинады. Ол одан әрі кедергі жасаған жоқ, двері жабылды. Ләйла үйден шығып көлікке отырып әпкесінің үйіне қайтты. Ол мұны істейді, Али, деп сыбырлады ол. Алинадарының қасына отырып, мен оны сездім. Барлық полицияға барамыз. Ол тіпті сені де қауіпті жағдайға қалдырды, деді Ләйла Алинаға. Жоқ, бірақ ол бұл істегісі келгені анық. Мен есімнен танып қалған кезде бірдеңе дұрыс болмаған сияқты. Ол істей алмады. Маған сәттілік болды. Бұнымен бітіру керек, деп жауап берді Алина. Таңертең олар полицияға барып, бәрін баяндады. Бірақ дәлелдер аз болды. Біз оны ұстай аламыз, деді офицерге. Тек бізге мүмкіндік беріңіз. Офицер келісім берді. Кешке полицейлер Арманның үйі маңына засаду жасады. Ләйла тағы да есікке келді. Арман бірден ашты, сәл күтіп тұрғандай. Ол сақтық танытты. Күн бойы қайда болдың? Деді ол тыныш. Дәрігерде өзімді нашар сезіндім, деп дрожащим дауыспен жалған айтты Ләйла. Ішке кіргенде. Бұл жолы ойындар болған жоқ. Арман кенеттен жақындады, ал Ләйла әдеттегідей әрекет етуге тырысты. Сол сәтте полиция бөлмеге кірді. 2 офицер бірден. Арман ұсталды. Бәрі бітті, деді біреу. Ләйла жеңіл дем алды. Көзін ашқанда Алинадарының көз жас төккен жүзі үстінде тұрды. Бәрі жақсы, Лирочка, біз бәрін жеңдік, деді Алина. Арман ұсталды. Үйден оның әрекеттерінің дәлелдері табылды. Қылмыстар ауыр болды. Зиян келтіруге әрекет, заңсыз әрекеттер, қорқыту. Алина ажырасуды талап етіп, оның мүлкінің жартысын алды. Бірнеше айдан кейін әпкелер орман қасында жаңа үйлерінің террасасында отырды. Жеңіл жел перделерді тербеді, шай қайнатып, жалбыз шайы булап тұрды. Біздегі сиқыршы мен хан шайым туралы спектакльді есіңде ме? Деп күлімдеді Ләйла. Енді хан шайым сен, деді Алина, ал сиқыршыны біз сотқа жібердік. Олар күлісті. Тағы да жеңіл, шын көңілмен қоңырау шалғандай.